Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін өте дәмді казан кебаб жасайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызға сұйық май құямыз. Сонан соң үстіне картоптарымызды салып, картопты қызарғанша қуырып алатын боламыз. Екі бетін айналдырып, барлық жағын қуырып, қызартып қуырып алатын боламыз. Дайын болған картопымызды түсіріп аламыз. Қосатын еттерімізді турап дайындаймыз. Тым ұсақ етпей, шамалы ірілеу қылып турайтын боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мен үшін өте маңызды. Кастрөлге тағы да қажетінше май құйып, шыжғырып алатын боламыз. Жақсылап шыжғырамыз. Сонан соң бетіне жуа қосатын боламыз. Қазанның қақпағын жаппай шыжғырамыз. Сонан соң соя соусын қосамыз. Мен 3 ас қасық қостым. Сіздер де еттеріңіздің көлеміне қарай қосатын боласыздар. Дәміне қарай тұз және бұрыш қостым. Қалауыңызша әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Сонан соң бетіне картоптарымды салып шықтым. Бетін жауып, жай отта 1,5 сағаттай қайнаттым. Пісу уақыты сіздің етіңізге байланысты болады. Менде 1,5 сағаттай уақыт алды. Дайын болған соң ыдысымызға алдымен картоптарымызды түсіреміз. Жан-жағына қойып шығамыз. Сонан соң бетіне еттерімізді салатын боламыз. Сонан соң еттің соусын еттің бетіне құйып береміз. Қалауыңызша бетіне жуа істесеңіз болады, аскөк, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Осымен асымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, көрермендерім. Арнамнан алыстамаңыздар, алда әлі де күшті рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған мен Нұрайым. Әзірге сау болыңыздар.